Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге бүйрекке тас жиналуы және оның емі жайлы айтатын боламын. Арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Сізді бүйрек ауруы мазалайды ма? Комментарийге жаза кетіңіз. Бүйрекке тас, бүйрек тасы немесе нефролитияз, бүйректе қатты заттардың, кристалдардың жиналып тасқа айналуының нәтижесінде пайда болатын ауру. Бұл ауру өте ауыр болуы мүмкін, себебі тас бүйрек жолдарында тұрып қалуы мүмкін. Ол ауырсыну мен басқа да асқынуларға әкелуі мүмкін. Бүйрек тасының себептері. 1. Су тапшылығы. Су ішудің аз болуы бүйрек тастарының пайда болуына әсер етуі мүмкін. 2. Ашық тамақтану немесе нашар диета, әсіресе көп тұзды және майлы тағамдардан тұратын диета. 3. Қант диабеті мен артық салмақ, бұл да тастардың түзілуіне себеп болуы мүмкін. 4. Тұқым қуалаушылық. Егер отбасы мүшелерінде бүйрек тасы болса, сізде де пайда болуы ықтимал. 5. Қышқыл және қантты сусындар, газдалған сусындар мен қышқыл шырындарды жиі ішу. Бүйрек тасының белгілері. Ауыр бүйрек аймағында немесе белде ауырсыну. Зәр шығарғанда қанық немесе ауыр зәр шығару. Түсініксіз тұнбалар немесе сұйықтықтың өзгеруі, қан араласқан зәр. Құсу немесе жүрек айнуы. Жоғары температура мен ауырсыну. Емі. 1. Су ішуді көбейту тас мөлшерін азайтуға немесе оның қозғалуын жеңілдетуге көмектеседі. Күніне 2-3 литр су ішу ұсынылады. 2. Диетаны өзгерту, тұз бен ақуызды тұтынуды шектеу, кальций мен магний құрамындағы тағамдарды көбейту. 3. Дәрі-дәрмектер, дәрігер тас мөлшерін азайтуға арналған препараттар мен ауырсынуды басатын дәрілер тағайындауы мүмкін. 4. Шайнит немесе лазерлік емдеу. Егер тастың өлшемі үлкен болса, хирургиялық әдістер қолданылуы мүмкін. 5. Тас сындыру. Жоғары дыбыстық толқындар арқылы бүйрек тастарын шағылдыру, смушение әдісі қолданылуы мүмкін. Тас пайда болуын болдырмау үшін ұсыныстар. Жеткілікті су ішіңіз. Денсаулыққа пайдалы теңгерімді диетаны ұстаныңыз. Артық салмақ пен диабетке қарсы шаралар қабылдаңыз. Егер бүйрек тасының белгілері пайда болса, немесе ауырсыну сезсеңіз, дәрігерге хабарласыңыз. Кәсіби медициналық көмек дұрыс диагноз қоюға және тиімді емдеуді тағайындауға көмектеседі. Бүйрек тасының қосымша мәліметтері. Бүйрек тасының түрлері. 1. Кальций тасы. Ең жиі кездесетін бүйрек тас түрі. Бұл тас кальций мен оксалаттың артық болуынан пайда болады. 2. Урат тасы. Қышқылдық деңгейі жоғары зәрден қалыптасады. Мұндай тастарды көбінесе қышқыл тағамдарды, шоктарды көп тұтыну нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 3. Струвитті тас. Инфекциялар мен зәр жолдарының инфекциясынан туындауы мүмкін. Бұл тас түрі әйелдер арасында жиі кездеседі. 4. Цистин тас. Бұл түр сирек кездеседі және тұқым қуалаушылық факторларымен байланысты. Бүйрек тасынан сақтану үшін кеңестер. 1. Суды көп ішіңіз. Жеткілікті мөлшерде су ішу бүйрек тасының алдын алуға және денеден токсиндерді шығарып, зәр жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. 2. Тамақтану әдеттерін түзету. Кальций мен магнийден бай тағамдарды, мысалы, сүт өнімдерін жиі тұтыну. Құрамында оксалаты көп тағамдарды, шоколад, шпинат, жаңғақтар азайту. Зәрдің қышқылдылығын азайту үшін азық-түліктерде көп тұзды болдырмау. 3. Алкоголь мен газды сусындарды шектеу. Бұл сусындар бүйрек тасының түзілуін күшейтуі мүмкін. 4. Дене салмағын бақылау. Семіздік бүйрек тасын тудырса, дене салмағын қалыпта ұстап тұруға тырысу керек. 5. Физикалық белсенділік. Белсенді өмір салты қан айналымын жақсартуға және бүйрек жұмысына оң әсер етеді. Бүйрек тасының диагностикасы мен емі. 1. Диагностика.
Зәр анализі, зәрдегі кристалдардың болуы мен зәрдің ірін деңгейін анықтау. Ультрадыбыстық тексеру бүйрек тасын анықтау үшін жиі қолданылады. Компьютерлік томография КТ арқылы тас мөлшерімен орны анықталады. Рентген тастың мөлшерімен орналасуын көру үшін рентген жасалады. Емдеу әдістері. Дәрі-дәрмектер бүйрек тасын емдеуде дәрігерлер уратты немесе кальций тастарын ерту үшін әртүрлі дәрі-дәрмектерді тағайындауы мүмкін. Шәйнек терапиясы бүйрек тасы мен құмды шығару үшін арнайы әдістер мен тұзды сулар қолданылады. Хирургиялық араласу, егер тастың мөлшері үлкен болса, немесе ол бүйрек жолын бітеп тастаса, хирургиялық әдістер қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайда бүйрек тасын сырттан соққы арқылы шағылдыру, эсол, немесе эндоскопиялық әдістер қолданылады. Тастарды болдырмау үшін пайдалы тағамдар. 1. Цитрус жемістері, апельсин, лимон сияқты цитрус жемістері бүйрек тасының түзілуін болдырмауға көмектеседі. 2. Суды көп ішіңіз, күніне кем дегенде 2-3 литр су ішу, әсіресе ыстық климатта 3. Кальций мен магнийге бай азықтар, көкөністер, сүт өнімдері, жаңғақтар, теңіз өнімдері. 4. Зімбір мен бұрыш, бұл тағамдар қан айналымын жақсартып, бүйрекке пайдалы болады. Егер бүйрек тасымен байланысты симптомдарды байқасаңыз, дер кезінде дәрігерге хабарласып, дұрыс ем алу маңызды. Тұрақты профилактикалық тексерулер мен дұрыс тамақтану бүйрек тасының алдын алу үшін өте маңызды. Видео пайдалы болса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, оларды біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.